Хамрақұл Диананың туған күнінде сыйлықсыз құттықтап келді. Бүгін қызымыз Диана туған күнін көңіл күйсіз бастады. Бүгін таңертең ол өз туған күні үшін торт сатып алды. Себебі ол Хамамен бір ай бұрын ажырасып кеткен болатын. Біраз уақыттан кейін Хама 22 жасқа толған қызымыз Диананы құттықтауға келді. Бірақ Хаманың қолында сыйлықтар жоқ. Көздері мұңай, көңіл күйі түсіп келді. Екеуі Диананың туған күніне арналған тортпен фотосессия жасады. Және парақшасында видеолар мен суреттер жариялады. Алайда желі қолданушылары Хамо мен Дианаға негатив, жағымсыз сөздерді жарыса жазып жатты. Осылар өтірік ұрсатын сияқты, біреудің тойы или туған күн болса ғана қосылады. Иә, осы туған күннен кейін де екеуі тағы кетеді өтірік ұрсып. Диананың құр сүйегі қалыпты ғой, бұрынғы томпақ кезі әдемі еді. Жыр болды ғой екеуінің қосылуы, әке-шешесі айтпайды ма, не қосылыптын, болмаса айырылысыптын деп. Өзіңе өзің торт алып жүр едің, енді соны ана еркекпен бірге жеп отырсың ба? Бұған дейін бәрі пранк болды деп айтасың ба, или басқа қалай түсінуге болады бұл сөздеріңді? Жаңа ғана сторисыңда жылап отырдың, бәрі быт-шыт болып, ал қазір екеуің дым болмағандай бақытты мәз болып тұрсыңдар. Диана, әдемі көзіңдегі қуанышты бақытты кезіңді қашан көреміз? Жігітпен жүргеніңмен, жақсы көргеніңмен не пайда, көзіңнен, өңіңнен мұң кетпейді. Қуанышты жайдарлы ақ көңіл Диананы қашан көрер екенбіз? Хамода бар пәле өзінше болып, өтірік күліп өтіріп әрекет жасап, қыздың өмірін, уақытын алып жүр. Осы кезге дейін миллион айырылысып қосылдыңдар. Өткенде Хамо декабрьде той деп еді. Енді не болды? Өз-өзіңе торт сатып алып, өз-өзіңді алдап жүрсің деп жарыса жазды желі қолданушылары. Иә, шынымен де желі қолданушыларының пікірі орында. Олай дейтін себебіміз, күнде көңілсіз болып жүретін жұптың жағдайы жақсы емес. Олар ертең бәрі бітті деп айтатынына күмән жоқ. Диананың туған күнінде Ақтөре, Әсем және Қасымхан Диананы құттықтау үшін гүл шоқтарын алып келді.